Елімізде көктемгі әскерге шақыру шарасының жүріп жатқанына 2 апта болды. 16 мыңнан астам азаматты әскер қатарына алу жоспарлануда. 8 мың жас Қорғаныс министрлігіне, өзгелері Республикалық гвардия әскери бөлімшелеріне, Ішкі істер министрлігінің әскеріне, Ұлттық қауіпсіздік комитетінің шекара әскери қатарына, төтенше жағдайлар министрлігі құрамаларына жіберіледі. Бір қарағанда бәрі әдеттегідей, алайда 2012 жылғы әскерге шақыруда өзгерістер бар. Біріншіден, әскерге шақырылушылар саны артты. Екіншіден, шақырылғандардың денсаулығы қатаң тексеріліп, білім, моральдық, психологиялық қалпына да назар аударылатын болды. Комиссия болашақ отан қорғаушылардың мамандығына, отбасы жағдайына, әскерге баруға дайындығына, моральдық, іскерлік қабілетіне де көңіл бөледі. Қандай әскер қатарында болуды қалайтыны да ескеріледі. Жастарды әскерге шақыру шарасы тұсында әскери өмір, отан алдындағы парыз туралы әңгіме өрбейтіні белгілі. Бірақ кім болса да отан алдындағы борышты абыроймен өтеу керектігі, намысты қолдан бермеу керектігі, әскери қызметтің ержігіт үшін тек қана абырой екендігін ғана айтады. Сондықтан әкелер мен ағалар жолын жалғастыруға жастар асығып тұрады. Бірақ өкінішке орай әскери қызметке баруға құлшыныс танытатындардың денсаулығына қатысты бірқатар түйткілдер кездеседі. Қысқасы, алдағы бейнебаян осы мәселені алға тартады. Соңғы жылдары отан алдындағы азаматтық борышын өтеуге ниетті жастар саны артқан. Өкінішке орай сол азаматтардың көпшілігі медициналық тексерістен өте алмай, жарамсыз деген қатал шешімге кезігіп жатады. Мәселен, өткен жылы тексерістен өткен жастардың 33% қажетті талапқа сай келмеген. Бұл әр 10 жігіттің 3-еуі, кей жағдайда 4-еуінің денсаулығы жарамсыз деген сөз. Сыннан өту үшін қойылар талап мынадай. Әскерге бару үшін әрине денсаулық мықты болу керек. Іріктеу жұмыстарын тиянақты жүргіземіз. Бұрындары ағзаның шымырлығына ғана ден қойсақ, қазір жүйке және әскерге шақырылушының іштей дайындығы да тексеріледі. Сколиоз, майтабандылық, тірек қимыл аппараттарының дұрыс жұмыс істеуі, көру деңгейінің төмен болуы, тағы басқа да жайттар назарға алынады. Мәселе анық, ал оның туындау себептері неде? Кей деректер бойынша жігіттер мектеп жасынан әскери қызметке дайындалмайды. Ал білім саласының қызметкерлері бұл пікір дұрыс емес дегенді алға тартады. Қазір облысымыздағы 381 орта мектепте алғашқы әскери дайындық пәні тұрақты өткізіледі. Оған қатысатын ер балалар саны 5,5 мыңнан асады. Олар сабақтан бөлек түрлі жарыстарға да қатысып, 15-16 жасынан әскери тапсырмаларды орындауға машықтанады. Әрине, белгілі бір мөлшерде денсаулығына байланысты дене тәрбиесі және әскери дайындық сабағынан босатылған оқушылар да бар. Өзекті мәселе деп осы жағдайды айту қажет дейді облыстық білім басқармасындағылар. Яғни баланың мектепке келгенге дейін денсаулығына қатысты мәселелер бар. Басты мәселенің бірі қазір мектеп табалдырығын енді аттаған балалардың ағзасының өте әлсіз екендігінде. Бастауыш сыныптағы оқушылардың бірқатары туа біткен және басқа да сырқат түрлерімен ауырады. Олар 10-11 сыныпқа келгенге дейін не дене тәрбиесі, не алғашқы әскери дайындық пәніне қатысуға әзір болмайды. Мектеп бұл жайтты оңалдыру үшін ата-аналармен жиі қарым-қатынас жасап, мәселені бірлесе шешуге тырысады. Алайда бұл бастама барлық жағдайда қолдау таба бермейтінге ұқсайды. Ата-аналар балаларының денсаулығы қалыпты емес екендігін біледі, бірақ бұл мәселені шешуге әрекет жасамайды. Баласының дене тәрбиесі сабағына қатысуына болмайды деген медициналық анықтама әкеп, түйткілді сол қалпында қалдырғанды жөн көреді. Ал мектеппен бірге баланың денсаулығын жақсартуды мүлде қолдамайды. Бұл жайт шынында да балалар денсаулығының уақыт өткен сайын нашарлауына себеп болуда. Ата-аналар осыны дұрыс түсінуі қажет. Оқушылардың сапалы білім алуымен қатар денсаулығының қалыпты болуы үшін еңбек етіп жүрген мұғалімдердің бірі Айнагүл Қапарова. Ол бала денсаулығының дұрыс болуы өзіне қолайлы партаға отырудан басталады дейді. Бұл олардың тірек қимыл қозғалысының жақсы қалыптасуына әсер етеді. Бастауыш сынып оқытушысы бүлдіршіндердің салауатты өмір салтын ұстануына көп мән береді. Сол үшін де әр сабақта сергіту жаттығуларын өткізіп, оның пайдасын түсіндіріп отырады. Балалардың дене бітімінің дұрыс қалыптасуына және денсаулықтарының мықты болуына мен өзім үлкен мән беремін. Сондықтан да дене жаттығуларын жасауды әрбір сабаққа енгіземін.
Осы тақырыпты зерттеу кезінде екі түрлі пікірге тап болдық. Оның біріншісі ауру емделмейтін болса біздің қолымыздан не келеді дейтіндер. Екіншісі бұл ұстаныммен мүлде келіспейтіндер. 82 жастағы Рамазан Найзабеков екінші пікірді қолдайтын адамдар қатарына жатады. Ақсақалдың зейнетке шыққан кезінде 9 түрлі сырқатпен ауыратындығы анықталған. Оның ішінде демікпе сынды емделуі қиын ауру да бар. Рухы мықты азамат өзінің күш-жігерін салып дене шынықтырумен айналысады. Бүгінгі таңда қария ауру дегеннің не екенін білмейді. Кәсіпқой гимнасттар жасайтын жаттығулардың кез келгенін қайталап беруге шамасы жетеді. Өткенге көз салсақ, мұндай мысалдар қаншама. Демек, жастардың әскерге бару үшін медициналық тексеріс кезінде қойылған талаптардан сүрінуі көп жағдайда отбасында спорттық тәрбиені жүргізбегендіктен. Спорт өз кезегінде адамның тәбетін ашып, ас қорытуын жақсартып, сол арқылы салмағының қалыпты болуына әсер етеді. Тағы бір жайт, егер балаңыз спорттық жаттығуларды орындауға құлық танытпаса, оған велосипед тебуге жағдай жасаңыз. Ол біріншіден табанға жаттығу. Бұл майтабандықтың болуына жол бермейді. Сондай-ақ тетікті басуда жұмсалған күш аяқ, омыртқа сүйектерінің беріктігін арттырып, дене бұлшық еттерін шымырғылады, тіпті зәр шығару жолдарында қалыпқа келтіреді. Әрине, жас өспірімдердің арақ пен шылым сынды зиянды әдеттерден де бойын аулақ ұстағандары абзал. Енді осы айтылған мәліметтерге сүйене отырып, әрқайсымыз медициналық тексеріс сынынан өтпеген жағдайда кінәні біреуден емес, әуелі өзімізден іздеуіміз қажет. Ақсаған осы тұсымыз қалыпқа келсе, қарулы күштер қатарына алынатын азаматтардың саны мен сапасы да арта түспек. Ердәулет Байдуллаев, Айбек Данияров, Данияр Омаров, Сабырбек Құлатайұлы, Апта.